Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай ең нәзік болып шығатын торт дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды құйып, үстінен қантымызды салып, жақсылап ағарғанша араластыратын боламыз. Әбден араластырып болғаннан кейін үстіне сүтімізді, сұйық майымызды құйып, тағы да бір араластырамыз. Ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды, какаоны қосып, араластырып, жұмыртқалы массамыздың үстіне 2 немесе 3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Тура видеодағыдай етіп араластыратын боламыз. Оны араластырып болғаннан кейін қайнаған ыстық судың үстіне 1 ас қасық ас содасын салып араластырып, дайын болған массамыздың үстіне құйып араластыратын боламыз. 180 градуста 30 минутта пісіреміз. Бисквитіміз дайын болғанға дейін біз кремімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сливке және де қант ұнтағы немесе өз қалауларыңыз бойынша кремін дайындауға болады. Ең бірінші сливкені микселейтін боламыз. Миксердің жай жылдамдығынан жоғарғы жылдамдығына дейін микселейтін боламыз. Мен сгущенка қосатын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Креміміз дайын. Енді бисквитімізді суытып алғаннан кейін осындай 4 бөлікке бөліп тортымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен бірінші қабатына үстіне кремімізді жағып, осылай барлығын ретімен орындап шығатын боламыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп жасап шығамыз. Тортымыздың бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлеуге болады. Міне біздің тортымыз дайын.
өте жұмсақ әрі жылдам, әрі тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая. Менің Instagram парақшама, YouTube арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Егер видео ұнаған болса, лайк қойып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.